Видеоны көрмей тұрып, бір лайк басып қою есіңізден шықпасын. Әзіз достар, біз қазір 2 этаж үйдің обзорын сізге істейміз. Қайдарымыз 8 бөлмесіне 8 люстра, обой тағы да басқа мебелерінен алған екен. Үй вообще зор болған. Қазірден бір лайкыңызды басып қоюға арзу етуған үй. Видеоны соңына дейін көрің, мощный бір обзор болады. Біз басыларық. Бөлмелерге кірмей тұрып, біз қазір 2-ші этаждың холлынан бастайық. Әзіз достар, бұл жерге осындай майда 3 қатар хрусталь тастармен безетілген 80-лік диаметрдегі люстрамыздан алған. Люстрамыз зор болып тұрыпты. Мен өзім үйде бұл люстра қалай тұратын еш көрмеген едім. Әмде қазір осылай тұрыпты, неге көріп тұрмыз, сұлу. Бұл люстраның артықшылығы, алыстан қарасаңыз, сізге ішіндегі лампочкалар ұлыма көрінбей қалады. Тек қана жақындап тұрып, асты бетінен қараған жағдайда ғана ол лампочкасының үстінде бар екені көрінеді. Оның бер жағында ұлыма лампочкасын тауа алмайсыз. Қайдарлар, ондан кейін бұл тарапке обой басылған. Көріп тұрсаңыз, супер моющий Атаченто плюс марокканский стиліндегі обойлар, екеуінің қосындысы. Вообще сұлу. Осындай сероватый варианттағы, молочный варианттағы обойларымыз, молочный, золотистый варианттағы люстраларымызбен, кафелерімізбен бәршесі үйлескен, зор болып тұрыпты. Ондан кейін сізге мына люстраны мен көрсетпесем болмайды, азиз қайдарлар. Қараң, негізгі биіктігі 1,20 болып есептелінеді. Әмде үстіңгі тарапындегі шынжырын полностью түсіріп қойыпты, асылдырып қойыпты. Сонымен ұлмалық есепте бұл люстра 1,60 см болып тұрыпты. Әмде диаметрі 70-лік болады. Полностью бұл жерге 4 галоген әмде бір люстраның жақтылығы жетіп артып атырыпты. Біз қазір сөйт бара-бара 1-ші этажға түсіп кетейін деп тұрыппыз, бірақ біз 2-ші этажда болмай 1-ші этажға түспейміз. Азиз қайдарлар, бұл тарапта спальный бөлмесі. Көріп тұрғаныңыздай, берекет сауда орайы дүканларымыздан сондай одинарный кроватларымыздан алған. Мейлі кроват өз жолына. Мына люстраны қараң. Водопад варианттағы люстрамыз диаметрі 80 см. Сондай 4 қатар ұзын палочка вариантындағы хрусталь тастармен безетілген. Айтарға сөз жоқ, вообще супер. Онан кейін бұл тарапта сондай сероватый варианттағы одуванчик аралас. Обой. Қалай жарасқан? Обой мен люстра вообще супер. Мебелерге енді өз алдына гап жоқ. Біз кейінгі бөлмеге кеттік. Онан кейін көрсететін люстра болса, осы көріп тұрған. Кеше жақында хабарыңыз бар болса, бұл люстраны біз скидкаға қойған едік, супер скидкаға. Бұл 75-лік диаметріндегі, осының 75-лік әмде 55-лік вариантын супер скидкаға қойған едік. Қайдарымыз алған. Көріп тұрғаныңыздай қапталары 3 қатар етіп хрусталь тастармен безетілген, әмде өзі де 6 қатар хрусталь тастардан ібарат. Люстраның жақтылығы меніңше полностью жақтылық беріп тұрыпты. Бұл тарапта құдай қаласа спальный болады дейді, сол үшін бұл тарапке осындай етіп бұралардан да қойған. Кеп қалдыңыз ба 1-ші этажға? Қараң, азиз достар, бұл 1-ші этаждағы және бір бөлмеміз. Холлда көрген люстраңыздың овал формадағы варианты. Қалай? Айтыңызшы сіздер, қалай? Мен өзіме вообще зор. Ажпамыздың вкусы вообще зор екен. Енді сұлу, қараң, өз алдына сұлу. Бұл серебристый әмде золотистый тастармен безетілген варианты. Әмде бұл тарапке супер моющий мароккан плюс Атаченто вариантындағы обойларымыздан басқан. Көріп тұрғаныңыздай, обойлар да бөлмені ашық етіп тұрыпты. Біз ондан соң сізге және бір көрсететін бөлме бар. Бұл бөлме неке? Қараң. Бұл люстрамыз ұзын болып тұрады осындай. Көріп тұрсыз ғой? 7 қатар хрусталь тастармен безетілген, диаметрі 80-лік. Әмде супер моющий Атаченто варианттағы осындай обойлар. Не үшін супер моющий? Бұларды сіз беймелі жуып, ызғар тряпкамен сыпырып, пайдалана берсеңіз болады. Кішкентай балалар деп ұстайды ғой. Басқа не талап кетті балаларда. Аузын жағады, сүйеді, тілін дегізеді. Ондан кейін қараң, мына жерде мама деген люстра. Пальма. Өзі бұл люстраның дүканыңызға санаулы варианты келген. Бұның 75-лік диаметрі бар, әмде 95-лік диаметрі бар еді. Бәршесі өтіп болды. Қайдарымыз соңғы вариантындағы люстраларымызды алып үлгерген екен. Диаметрі 95-лік лампочкалармен әмде әр жапырағы көріп тұрғаныңыздай диодтармен сіздің үйіңізге жақтылық береді. Мен неге мына мебельге сүйген тұттым? Себебі бұл мебельде біздердің берекет сауда орайымыздан. Осындай 12 адамлық стол әмде стуллар. Қайдарымызға оң болсын деп қаламыз, әзіз достар. Үй қалай? Менің жеке өзіме үй вообще зор, супер. Қалай сізге?
комментарийге құттықтап кетің, лайк басың, оң болсын деп кетің. Ажапамыздың көзін шығарайық деп едік. Ажапамыз ұялып мен шықпай қояйын деді. Сонымен біз обзорды болдық. Лайк басып есіңізден шықпасын. Егер де сізде үйлеріңізде құрылыс материалдарын іздесеңіз, мебельдер, бытовой техникалар іздесеңіз, тура Берекет строй һәм Берекет сауда дүкандарына қарай келе берің. Кәшеңізді күтеміз. Егер де сіздің де үйіңізге біздің осылай обзор істеп баруымызды қалайсаңыз, бізге байланысың, біз сіздің үйіңізге әлбетте мейманда боламыз. Жақсылықта жолыққанша сау болыңыз.